Қазақ тілі тақырыбы жұмбақ, загадка. На прошлом занятии мы с вами познакомились со словом ертегі, сказка. Мен ертегі білемін, я знаю сказку. Сегодня узнаем новое слово жұмбақ, загадка. Тыңда, қайтала, послушай, повтори. Мен ертегі білемін, я знаю сказку. Мен ертегі білемін. Мен жұмбақ білемін, я знаю загадки. Мен жұмбақ білемін. Екінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Қандай карандаш? Какой карандаш? Мы знаем цвета на казахском языке. Қандай карандаш? Қызыл карандаш. Далее самостоятельно. Тыңда, қайтала. Послушай, повтори. Бір үйде көп бала. Біреуі көк бала. Біреуі қызыл бала. Біреуі қара бала. Біреуі сары бала. Как вы догадались, это загадка о цветных карандашах. Соңғы тапсырма бастыр, боя, обведи, раскрась. Рахмет, балалар, сау болыңдар.